Barşаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Бибі Айша. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын сырдың рецебімен бөлісемін. Ол үшін бізге 3 қана зат керек болады. Достар, видеоны көрмес бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтімізді алып ыдысымызға құйып аламыз. Менде 1 литр сүт болды. Қоюлығы 3,2%. Қолдың үсті болса да бола береді. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Оның үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оны ысытқанша газымызге қоямыз. Газымызге сүтіміз қаптасығанша қойып қоямыз. Ол қаптасым дегенше келесі затымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек болады. Оларды алып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді оның үстіне қаймағымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Мен магазиннің қаймағын алып жасадым. Міне дайын болды. Енді оны алып, ыстық сүтіміздің үстінен құямыз. Соң араластырамыз. Достар, видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазуды, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сүтіміз осылай іртік болып бастайды. Сол кезде 5 минут қайнатамыз. Отты шай отқа қоямыз. Міне осылай көк суы бөлек шығып, дайын болды. Ыдысымызды алып, оның үстіне марлымызды құйып, үстінен дайын болған сырымызды салып аламыз. Осылай ыстық күйінде құйып аламыз. Енді марлымызды алып, 4 бұрышынан ұстап, жақсылап суын шығарып аламыз. Осылай суын шығарып аламыз. Енді оның суын да зая қылмас үшін бауырсақтың қамырына қоссаңыздар болады. Достар, мен осылай суын сырқылу үшін осындай пластмастың астын пышақпен кесіп алдым да, оның үстіне салып, қақпағын жауып, үстінен қатты зат қойдым. Ауыр зат болу керек. Мен банкаға су құйып, үстінен қойып қойдым. Қақпағын жаппай, үстінен қойсаңыздар да болады. 5 сағатқа қойдым. Ол біздің сырымыз дайын болды. Барлығымыз бірге көреміз қалай болған. Марлымен алып аламыз. Осылай әдемі болып шығады. Енді оны кесіп көреміз. Өте дәмді болып шықты. Оны таңғы шайда балаларға нанмен қосып берсеңіздер болады. Бұл сырды пицца пісіргенге болмайды қосуға, бірақ нанмен қосып жегенге өте дәмді. Ал біздің сыр осымен дайын. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, комментарийға жазыңыздар қалай шыққанын.
Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Бибі Айша. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Рецебін описаниеден көре аласыздар.